Джеха Кореядағы ең қауіпті жалдамалы сарбаз болатын. Ол барған жерде ешкім тірі қалмайтын. Оның қатыны Рания қатыгез өміріндегі жалғыз жұмсақтық еді. Бірақ бір күні заңсыз келісімді жасыру үшін Пак Кван Су есімді президенттікке үміткер адамдарын жіберіп, Ранияны ұрлатты. Джеха есінен танғандай жетіп келді. Тек Пак Кван Судың жымысқы жымиыспен кетіп бара жатқанын көрді. Сол сәтте де оқ атылды. Рания қанға малынып құлап түсті. Джеха дәрменсіз тұрып қалды. Кенеттен соққы алып есінен айырылды. Есін жиғанда қолында тапанша тұрғанын көрді. Үйімнің оны тастап кеткені және Ранияның өліміне айыптап, тұзақ құрғаны анық болды. Бақытына қарай Джеха сол тозақтан құтылып шықты. Енді ол Кореяға оралып қалыңдығы үшін кек алуға ант етті. Сол уақытта өгей шешесі бала кезінен қамауда ұстаған Анна тағы да қашып шықты. Үмітсіз қашу үстінде ол Джехамен соқтығысып қалды. Оның Корея екенін білгенде, өмірі соған байланыстыдай жалбарынып көмек сұрады. Бірақ Джеха араласқысы келмей кетіп қалды. Көп ұзамай Аннаны ұстап алды. Үміті үзілген сәтте Джеха кенеттен пайда болып, оған қашуды бұйырды. Қуға түскен адам кедергіні жоймақ болды. Бірақ өзі олжаға айналды. Ауыр жараланғанына қарамастан, Джеха жабайы аңдай шайқасты. Ол өлімге соқтыратын тізе соққысын жасап, қарсыласын иығынан асырып лақтырып, айналмалы тұншықтыру әдісімен айқасты аяқтады. Тек сол кезде ғана оның полиция қызметкері екенін түсінді. Джеха абдырап, метро арқылы қашты. Бірақ Аннаның көлікте қамалып қалғанын көрді. Ол көз жасына ерік беріп жалынды. Джеха бір сәт кідірді де кетіп қалуды таңдады. Өйткені оның өз басында да жеткілікті мәселе бар еді. 6 айдан кейін Джеха жеке басын жасырып, Сеулде тыныш өмір сүріп, жөндеуші болып жұмыс істеді. Бір кеште оны биіктіктегі шұғыл жөндеуге шақырды. Алайда жеке куәлігін ұмытып кеткендіктен күзетші кіргізбеді. Мейірімді тазалықшы оның жағдайын байқап көмектесті. Лифт ішінде ол желді күн екенін ескертіп, абай болуын өтінді. Джеха қауіпсіздік белдігін бекітіп өрмекші адамдай төмен секірді. Төмендегі бөлмеде тартымды әйел бір бокал шарапқа ақ ұнтақ құйып жатты. Дәл сол сәтте депутат Чан Се Джун кірді. Ол Кореядағы ең танымал президенттікке үміткерлердің бірі еді. Ол шарапты тез ішіп қызу түнді күтті. Бірақ кенеттен терезенің сыртында Джеха пайда болды. Чан Се Джун үрейлене бұрылып бас айналып құлап түсті. Әйел Джехаға жеңістік ишара жасап пердені жапты. Сол уақытта ғимаратқа қара киінген бетперделі адамдар лап қойды. Джеха қауіптің жақындап қалғанын сезіп, тазалықшы әйелге дереу кетуін өтінді. Бірақ ол үлгермей жатып, шабуылға ұшырап қанға батып құлады. Джеха бұраушты лақтырып, қалың оқ өтпейтін әйнекті теуіп сындырды. Ол әйелге жүгіріп барып есін жиғызуға тырысты. Бірақ бір ақымақ дәл емес уақытта жолына шықты. Ашуға булыққан Джеха жалаң қолымен толық қаруланғандарды бірінен соң бірін сұлатып отырды. Айқас кезінде ол шабуылдаушылардың бірінің білегіндегі тыртықты байқап қалды. Көп ұзамай жеке әскер келіп жетіп, бетперделі адамдар шегінді. Тазалықшы әйелдің жедел жәрдемге тиелгенін көргеннен кейін ғана Джеха көзден ғайып болды. Басшы Джу қалың әйнекті жөндеушінің бұзғанына таңғалып, жерде жатқан бұраушқа қарады. Бейне бақылаудан Джеханың жүзін көргенде көзін үрей басты. Сөйтсе Джеха кезінде Кореядағы арнайы тапсырмаларда ең мықты сарбаз болған екен. Құтқарылған соң Чан Се Джун әйеліне қоңырау шалып, апасыздығын жасыруды, әрі жөндеушімен мәселені шешуді тапсырды. Мұны естіген Ю Джин таңғалмады. Олардың некесі әрдайым есепке құрылған еді. Чан Се Джун президенттікке үміткер болу үшін оның әулетінің ықпалын пайдаланды. Ал Ю Джин оңтүстік Кореяның бірінші ханымы болуды күтті. Ол бірден Кук Чхе Вонға әлгі жөндеушіні өлтіру үшін жеке әскер жіберуге бұйрық берді. Сол сәтте Джеха үйінде сөмкелерін жинап жатқан. Кенет сырттан дыбыс естіліп, ол бірден сақтанды. Жоғардан қараса үйін жаулар қоршап алған екен. Алайда басшы Джу операцияны тоқтатуды талап етті. Әйтпесе олардың бәрі қаза табуы мүмкін еді. Бірақ Кук Чхе Вон мұны елемеді. Элиталық жасағының бір ғана жөндеушіге күйрейтінін білмеді. Абырой болғанда Джеха оларды өлтірмеді. Санаулы сәтте бәрі жерде ес-түссіз жатты. Басшы Джу жеткенде Джеха әлдеқашан кетіп қалған еді. Бірақ ол ішінен жеңіл тыныс алды. Ешкім қаза болмады. Қауіпсіз болу үшін Джеха тыныш ауылдық аймаққа бет алды. Жолай ол қарт кісінің бұзылып қалған көлігін жөндеп берді. Сол кішкентай жақсылық оған паналайтын орын сыйлады. Ал Ю Джин тапсырманы орындай алмаған үшін Кук Чхе Вонға ашуланды. Басшы Джу Джеханың бұрын оның ең үздік арнайы жасақ сарбазы болғанын, бірақ әділетсіз түрде қызметтен шығарылғанын түсіндірді. Қазір Джеха Блэкстоун деген, әлемге танылып келе жатқан соғыс агенттігінде жұмыс істейтін. Басшы Джу олардың жеке әскері оны ұстай алмайтынын айтты. Бірақ Ю Джин бұған мән бермеді. Ол Джеханы өлтіруге бекінді. Көп ұзамай бір жалдамалы кісі өлтіруші Джеханың жасырынған жерін тауып алды. Ол қарт ерлі зайыптыларды байлап, үстіне бензин құйып,
тірдей өртемек болды. Дәл соңғы сәтте Джеха оралды. Ол найзағайдай жылдам қимылдап, барлық шабуылды тойтарып, күтпеген соққылар жасады. Қатты шайқастан кейін ол кісі өлтірушіні жерге жықты. Джеха ашуланып, қарт ерлі зайыптыларды не үшін нысанаға алғанын сұрады. Кісі өлтіруші оның бұйрығы, Джехаға көмектескендердің бәрін өлтіру екенін айтты. Біраз сөйлескеннен кейін ол бұйрықты берген адамның Юджин екенін мойындады. Басқаларды қауіпке орындырмау үшін, Джеха Юджиннің зәулім үйіне жалғыз кіріп кетті. Ол оны көргеніне таңғалған жоқ. Керісінше сыр бермей оның сымбатты көрінетінін айтып еркеледі. Джеха оған мән бермей өзіне жақын адамдарға да зиян келтірмеуді ескертті. Ол келесі кездесулері оның өлетін күні болатынын айтты. Сол сәтте қарулы күзетшілер басып кірді. Юджин мазақтап, енді екінші кездесу болмайтынын айтты. Күзетшілер Джеханы байлап, көліктің жүксалғышына тастады. Ол қозғалтқыш майын көріп қолына құйып алды. Содан кейін ауырсынуға шыдай отырып, кісеннен босану үшін бас бармағын шығарып алды. Дәл сол кезде күзетшілер арт жағынан бір дыбысты естіді. Жүксалғыш ашылған сәтте Джеха күзетшіні теуіп шырып жіберді. Тағы бір күзетші бірнеше соққыдан кейін есінен танды. Джеха қаруды алып қайтадан зәулім үйге кірді. Бұл жолы Юджин бұрынғыдай тәкаппар емес еді. Тек сол кезде ғана ол Джеханы шынымен де бағаламағанын түсінді. Кенет күтпеген жерден бір қыз пайда болды. Бұл Чан Седжунның некесіз қызы Анна еді. Анасы өз-өзіне қол жұмсағаннан кейін, Юджин оны Испанияда 15 жыл бойы жасырын түрде қамап ұстаған. Ол жуырда ғана Кореяға әкелінген болатын. Өшпенділікке толы Анна Джехаға айғайлап атуды бұйырды. Дәл сол сәтте күзетшілер тағы да жүгіріп кірді. Джеха Юджинді кепілге алып көлік талап етті. Сосын гүлсауыттың ішінен жасырын телефонды шығарып алды. Ол Юджиннің айтқан сөздерінің бәрін және болған оқиғаның бәрін жазып алғанын айтты. Егер өзіне бірдеңе болса, бейнежазба жарияланатынын ескертті. Содан кейін оның көзінше телефонды сындырып тастады. Юджин сасқалақтап оның барлық талабына көнді. Бірақ жол үстінде көлік кенеттен қатты жылдамдай бастады. Джеха бір күмәнді сезіп, айла жасамауды ескертті. Ол абдырап көліктің басқарудан шыққанын, тіпті тежегіштің де істемей қалғанын айтты. Сырттағы мотоциклге қарап, Джеха біреудің көлікті бұзып жатқанын түсінді. Ол оқ атпақ болды, бірақ терезелер ашылмады. Оның үстіне, олар оқ өтпейтін еді. Қауіпті сәтте Джеха Юджинге күрт солға бұрылуды бұйырып, жылдам орындарын ауыстырды. Ол газды басып мотоциклден алыстап кетуге тырысты. Байланыс үзілген сәтте Юджин бір түймені басып терезені ашты. Көлік 360 градусқа айналып, Джеха мотоциклге оқ жаудырды. Мұны көрген басшы Джу дереу күзетшілерге алдымен мотоциклды тоқтатуды бұйырды. Бірақ бәрі кеш еді. Көлік құрылыс аймағына қатты жылдамдықпен кіріп кетті. Тапсырманы орындап болған байкерлер кетпек болғанда, жүйткіген көлік оларды қағып өтті. Сол уақытта Джеха басқарудан шыққан көлікті қайта бағындыруға тырысты. Бірақ көлік аударылып қалды. Екеуі де қатты жараланып, қозғала алмады. Абырой болғанда маңайдағы жұмысшылар Джеханы сыртқа шығарып алды. Алайда көлік отқа оранғанда олар қорқып қашып кетті. Джеха қауіпке қарамастан есікті қайта тартып Юджинді құтқаруға тырысты. Күзетшілер бәрі бітті деп ойлаған сәтте Джеха жалын арасынан Юджинді қолына көтеріп шығып келді. Дәл сол кезде көлік жарылды. Ол ұшқан жарықшақтардан қорғау үшін өз денесімен оны жауып қалды. Сол сәтте Юджин өмірін құтқарған осы адамға ғашық болды. Ол хатшысына Джеханы ауруханаға жеткізіп, қандай жағдай болса да аман алып қалуды бұйырды. Көп ұзамай Чеболь патшайымы қауіпке ұшырады деген жаңалық бүкіл елге тарады. Кейбір заң шығарушылар мұны күйеуінің қарсыласы Пак Гвансу ұйымдастырды деп болжады. Аурухана директоры Юджинге арнайы келді, бірақ ол тек Джеханың жағдайын ғана ойлады. Оның аман екенін білгенде ғана тынышталды. Кейін күйеуінің жағасын босатып, шашын әдейі ұйпалақтады. Содан соң Чан Седжун шаршаған, күйзелген кейіппен журналистер алдына шықты. Ол жылап әйелінің жарақат алғанына өзін кінәлады. Президенттік жарыстан бас тартатынын мәлімдеп, қалған өмірін әлсіздерді қорғауға арнайтынын айтты. Бұл сөз қоғамда үлкен резонанс тудырды. Оған күмәнмен қараудың орнына, халық оны бұрынғыдан бетер қолдай түсті. Ал осы уақытта басшы Джу Джеханың халін сұрап келді. Қысқа әңгімеден кейін ол Джеханы жеке әскерге қосылуға шақырып, жаңа тұлға ұсынды. Бірақ Джеха енді ешбір ұйымға қызмет еткісі келмеді. Өйткені оны бұрын 2 рет тастап кеткен еді. Енді ол тек қалыңдығын өтірген адамды табуды ғана қалады. Кездейсоқ лифт ішінде Пак Гвансумен бетпе-бет келді. Ауыр естеліктер қайта оралды. Джеха кек алу үшін қаруға ұмтылды, бірақ кенет тынысы тарылды. Қалыңдығының өлімінен кейін ол ПТСР-дан зардап шегіп жүрген еді. Күзетші оны лифтіден шығарып жіберді.
Джеха жабылып бара жатқан есіктерге ашу мен дәрменсіздікке толы көзбен қарады. Күзетші Пак Кван-Судың президенттікке үміткерлердің ішіндегі ең ықпалдысы екенін айтты. Бұл оған жақындау мүмкін емес деген сөз еді. Джеха үйіне барып бомба жасады. Нысана жақындаған сәтте-ақ жарылуы тиіс еді. Келесі күні Джеха Пак Кван-Су жиі баратын шаштаразға кірді. Әмиянымды жоғалттым деп сылтау айтып, қызметкерді сыртқа жіберді. Сосын сезгіш құрылғыны Пак Кван-Судың қалтасына білдірмей салып жіберді. Ал бомба айналмалы есіктің үстіне алдын ала жасырылған еді. Жоспар іске асайын деп тұрған сәтте кенет бір бала алға қарай жүгіріп шықты. Джеха абдырап қалды. Абырой болғанда есік сынып, Пак Кван-Су бүйір жақтағы шыға беріс арқылы кетуге мәжбүр болды. Күзетші бір күмәнді сезіп, Джеханың кім екенін тексермек болды. Оның білегіндегі тыртықты көрген сәтте Джеха бұрын ғимаратқа басып кірген қара киімді сол адам екенін түсінді. Сол себепті ол аяқталмай қалған шайқасты жалғастырды. Қосымша күштер жеткенде Джеха шегініп шатырға қашуға мәжбүр болды. Ол алдын ала дайындап қойған қауіпсіздік белдігін тез киіп алды. Бірақ төменде көлік күтіп тұрғанын көріп таңғалды. Ал ішінде Юджин отыр екен. Ол Джеханың кім екені әшкереленгенін, енді кек алу одан сайын қиындай түсетінін айтты. Сосын Пак Кван-Суды құлату үшін онымен бірге жұмыс істеуге шақырды. Бұл жолы Джеха келісті. Жұмыстағы алғашқы күнінде-ақ Джеха бәрінің назарын өзіне аударды. Басшы Джу оны бірден элиталық VIP топқа көтерді. Алайда топ басшысы бұған разы болмай, өзгелер мұны қабылдамайтынын айтты. Джеха дауласы әуре болмады. Моншада топ жаңа адамға сабақ беруді ұйғарды. Бірақ олардың кіммен байланысып жатқанын білмеді. Джеха алдымен оларды келемеждеп ойнады да, кейін бірінен соң бірін сұлатып түсірді. Ол жұдырық күшімен бәрін дәлелдеді. Көп ұзамай топ басшысы барлығына жаңа тапсырмалар бөліп берді. Джеханың алғашқы миссиясы Юджиннің өгей қызы Аннаны қорғау болды. Басшы Джу президенттік сайлауға дейін Аннаның қандай жағдай болса да ел көзінен таса болуы керектігін ескертті. Джеха бұйрықты орындап, виллада болып жатқанның бәрін бақылауда ұстады. Түннің бір уағында Анна бөлмесінен шықты. Джеха сақтанып, оны мұқият бақылауға кірісті. Ол ас үйге өтіп бірдеңе іздей бастады. Сосын лапша тауып алып қуаныштан билей жөнелді. Пәк қызға қарап Джеха еріксіз жымиды. Анна қазанды пешке ебедейсіз қойды. Бірақ от тұтата алмады. Көңілі түсіп лапшаны құшақтаған күйі кетіп қалды. Джеха газ кранының ашық емес екенін оған қалай айтарын білмей мазасызданды. Ашуланған күйі балконға шыққанда шатырдан бір оғаштықты байқап қалды. Өрмекші адамдай өрмелеп барып тексерді. Бақытына қарай бәрі дұрыс екен. Анна сол жерде отырып лапшасын жеп, қаңғыбас мысықты тамақтандырып отыр екен. Көп ұзамай мысық анасы күшігін шақырып алып кетті. Мұны көрген Анна өз анасын есіне алып жылап жіберді. Джеха шатырға білдірмей кіріп Аннаның ата-анасымен түскен суретін тапты. Ол бейшара қызды аяп кетті. Келесі түні Джеха алдын ала ыстық су қайнатып қойып, бақылау бөлмесіне асықты. Анна ас үйге кіріп сол тәтті тосын сыйды тапты. Тамақ пісіріп жүріп ол бірдеңені сезгендей болды. Кенет экран қараңғыланып кетті. Джеха абдырап камера бұрыштарын ауыстыра бастады да, ақыры оны қайта көрді. Экранда Анна ас үйде уайымсыз баладай жалғыз өзі билеп жүрді. Джеха оның қуанышын көріп еріксіз қуанып отырды. Көп ұзамай Юджин нағашы әпкесінің қайтыс болғаны туралы хабар алды. Ол мінсіз макияж жасап, артында қалған мол мұраны қабылдауға дайындалды. Жевлеу рәсімінде қауіпсіздік қатаң болды. Күзетшілерді кіргізбеді. Сол себепті Юджин өзін қорғау үшін Джехадан жүргізуші кейпіне енуін өтінді. Еске алу шарасынан кейін Юджин отбасылық жиналысқа бет алды. Ішке кірер алдында Джеха оның сөмкесіне арнайы қаламды білдірмей салып, қауіп төнсе соны басуын айтты. Айтқандай-ақ, ол бөлмеге кіре салысымен есік жабылып қалды. Адвокат марқұм апасының барлық үлесті Юджинге қалдырғанын мәлімдеді. Бөлмедегі ауа бірден ауырлады. Іші сезіп тұрған Юджин қаламды басты. Сыртта тұрған Джеха әңгіменің бәрін тыңдап тұрды. Нағашысы оның барлық үлесін 3 есе бағамен сатып алуды ұсынды. Юджин жауап беріп үлгермей жатып күйеуі келісе кетті. Бұл екеуі алдын ала келіскен тұзақ екені анық болды. Юджин ашуға булығып орнынан тұрды да, байқаусызда қаламды қағып түсірді. Көмек шақыратын жалғыз мүмкіндігінен айырылды. Джеха оның қауіпті екенін бірден түсінді. Ол қолына қолшатыр алып, жалғыз өзі ішке басып кірді. Дәлізде 6 күзетші тұрды, бірақ ол олардың бәрін оңай-ақ сұлатып түсірді. Сосын өрт дабылын қосып, жиналыс бөлмесіне су жаңбырдай жауды. Бәрі абыржып, күзетшілерді есікті ашуға шақыра бастады. Су болып дәрменсіз тұрған Юджинді көргенде, Джеха оны аяп кетті. Ол қолшатырды ашып, жай ғана уайымдама деді. Сол сәтте Юджин ертегідегі қыздай, өз серісін жолықтырғандай көрінді. Ол осы қауіпті, бірақ тартымды адамға шын мәнінде сенім арта бастады. Соның арқасында Джехаға компанияның бас кеңсесіне арнайы рұқсат берілді. Пак Кван-Суға қарсы аңду басталар алдында
Юджин Джеханың өткенін білгісі келді. Бірақ ол үнсіз қалды. Юджин олардың базасында әлемдегі ең озық жасанды интеллект бар екенін, оның бүкіл дүние жүзінің құпиясын сақтайтынын мойындады. Бұл сиқырлы айна тек соны тыңдап, қойған кез келген сұрағына жауап береді екен. Юджиннің шынайылығы Джеханы ақыры жібітті. Ол Пак Квансудың қалыңдығын өлтіргенін айтты. Содан кейін айна Пак Квансудың бұрынғы қозғалыстарын талдап, шошытатын деректерді ашты. Ол жергілікті бүлікшілерге қару сатқан екен. Рания аудармашы болып жүріп, сол заңсыз келісімді біліп қойғасын, оны үнсіз қалдырған. Ал осы уақытта Анна жаңалықтан әкесінің ертең шіркеудегі шараға қатысатынын көрді. Ол әкесінің өзіне келмей жүргенін, өгей шешесінің қоқоқан лоққысынан деп ойлап, тағы да қашып кетуді жоспарлады. Әйел күзетші жоқ сәтті пайдаланып, Анна оның кофесіне жасырын түрде тыныштандыратын дәрі қосты. Сосын ол оның жеке куәлігі мен әмиянын алып, соның кейпіне еніп білдірмей қашып кетті. Анна анасына бір кезде қамқор болған күтушіні көру үшін қарттар үйіне барды. Күтушінің санасы бұрынғыдай анық болмаса да, ол Аннаның анасына Юджин өлтірмей тұрғанда қаш деп айғайлады. Бұл Аннаны өгей шешесінің нағыз қылмыскер екеніне одан әрі сендірді. Сол вақытта Юджин күйеуінің беделін көтерумен әлек еді. Екеуі бір кемпірдің қолтығынан демеп шіркеуге бірге кірді. Бірақ олар күтпеген жағдай болды. Сахнаға монахиня кейпіндегі Анна шықты. Чан Седжун қорыққаннан басын төмен салды. Егер жұрт оның некесіз қызы барын білсе, президенттікке үмітінен айырылатынын түсінді. Күзетшілер араласқалы еді, бірақ дін қызметкері оларды тоқтатты. Аяқталған соң монахинялар сахнадан кетті. Ортада тек Анна қалды. Көзінде жас, әкесіне телміріп қарап тұрды. Чан Седжун оның көзіне қарамады. Ал Юджин қажет болса өлтіруге дайын еді. Ақырында Анна ештеңе айтпастан сахнадан үнсіз кетіп қалды. Джеха оның соңынан жүгірді, бірақ тек бір хат қана тапты. Анна әкесінен келіп өзін үйге алып кетуін өтінген еді. Чан Седжун оның қайда екенін білмей, керісінше оны қиындық туғызды деп кінәлады. Ал Анна сол сәтте бала кезінде ата-анасымен жиі баратын саябақта отырған. Жақын жерде жүрген қыздар селфи жасап жатып, Аннаны кадрға кездейсоқ түсіріп алды. Сол сурет үлкен дауға айналды. Күзетшілер фотосурет арқылы оның қайда екенін анықтады. Анна әкем келеді деп дұға етіп отырды. Бірақ көзін ашқанда алдынан Джеха шықты. Ол оған құлтынайлы балмұздақ ұсынып, әкесі сатып алып жіберді деді. Анна жымиып оны асыға жей бастады. Алайда көп ұзамай тынысы тарылып, есінен танып қалды. Күтуші Аннаның құлтынайға қатты аллергиясы бар екенін айтты. Ойланбастан Джеха оған ауыздан ауызға дем берді. Аннаның ерекше мәртебесіне байланысты Джеха оны кәдімгі ауруханаға апара алмады. Ол компанияның медициналық бөліміне қарай зулап жетті. Аннаның әлсіз күйін көріп, Джеха өзін кінәлі сезінді. Бақытына қарай оған дер кезінде көмек көрсетіліп аман қалды. Есіктің ар жағынан Джеханы көріп тұрған Анна оның жұмсақ жанасуын есіне алып жүрегі жылып кетті. Кейін Джеха жаттықтырушыдан Аннаның қайғылы өткенін білді. Анасы ол тым кішкентай кезінде қайтыс болып, Анна бірден шетелге жіберілген екен. Мұны естіген Джеха бейшара қызды одан бетер аяды. Аннаның есін жиғанын естіген Юджин оны көруге асықты. Алайда Анна оны өлердей жек көретін. Ол әкесімен қауышуына кедергі болып жүрген Юджин деп сенді. Бірақ Юджин оған ащы шындықты айтты. Чан Седжун өзімшіл адам еді. Ол сүйгені үшін жарқын болашағынан ешқашан бас тартпас еді. Сол сәтте ол саяси қарсыластары құрған тұзақты білмей, визажист әйелмен ойнақтап жүрді. Отты сөзінен кейін ол бөлмеге асығып кіріп шешіне бастады. Жуынатын бөлмеге өткенде әйел күзетшіден ұйықтататын дәрі алды. Мұның бәрін Джеха дәлізден көріп тұрды. Ол Чан Седжунға тез киініп дереу кетуін ескертті. Полиция бөлмені қоршап қойған еді. Джеха оны қолынан ұстап сыртқа қарай алып шықты. Ол бәрін тәуекелге салып Чан Седжунды құтқарды. Тек Аннаның құлпынай жеп өз-өзіне қол жұмсамақ болғанын айту үшін. Чан Седжун өкінішке толды. Ол Аннадан қашқақтап жүргенін, себебі Юджиннің уысынан шыға алмай қалғанын мойындады. Аннаны құтқарудың жалғыз жолы ең жоғарғы билікке жету еді. Әйтпесе Юджин оны ешқашан таба алмайтын жерге жасырып қояды. Ол Джехаға қызын соңына дейін қорғауды бұйырды. Сол уақытта Юджин күйеуінің медициналық бөлімде екенін естіп, дереу бейне бақылауды тексерді. Чан Седжун бір ауыз сөзін қате айтып қоймау үшін абайлап сөйледі. Тіпті Аннаның құлпынайға аллергиясы бар екенін білмейтіндей кейіп танытты. Барлығы кеткен соң Анна әкесін құшақтап жылап алды. Ол Юджиннің анасын өлтіргенін айтты. Бірақ Чан Седжун бұған мән бермеді. Ол Аннаға мұндай сөздерді енді қайталамалды ескертті. Әйтпесе болашағына зиян келетінін айтты. Мұны естіген Анна Юджин айтқандай, расымен де өзі артық жүк екенін түсінді. Ал Юджин тағдырын осындай арсыз адамға байлап қойғанына өзін-өзі мазақ етті. Көп ұзамай Джеха Аннаны үйіне қайта алып келді. Ол оның басқа күзетшілерден өзгеше екенін байқады.
Джехамен бірге болғанда өзін қауіпсіз сезінетін. Көліктен түсе сала Джеха біреудің суретке түсіріп жатқанын байқап қалды. Бұрын Анна Испанияда жүргенде бір танымал дизайнер оны қашып бара жатқан сәтінде кездейсоқ суретке түсіріп алған еді. Ол қыздың сұлулығына тәнті болып, осы періштені табу үшін қомақты сыйақы ұсынған. Аннаны қорғау үшін Джеха ақылды жоспар ойлап тапты. Ол жаттықтырушыдан Аннаның сол дизайнер іздеп жүрген періште екенін баққа әдейі таратуын өтінді. Көп ұзамай үйді журналистер қоршап алды. Аннаның шын кім екені ашылып кетеді деп қорыққан Юджин оны өлтіру үшін жалдамалылар жіберді. Бірақ Джеха дайын еді. Ол сырттағы барлық мергендерді жойды. Сосын Кореяның ең мықты кісі өлтірушілері пайда болды. Екеуі әділ әрі тең шайқаста бетпе-бет айқасты. Сол уақытта әйел күзетші көпшіліктің ішіне жасырынған тағы бір жалдамалыны залалсыздандырды. Анна батылдық танытып вилладан сыртқа шықты. Ол журналистерге анасының марқұм актриса Ом Херин екенін айтты. Юджин қатты састы. Бірақ ол Аннаның әкесін марқұм режиссер Ко Джун Хо деп айтатынын күтпеді. Дәл сол сәтте хатшы әдейі жарқылды қосып, Аннаның үрейін қоздырды. Ал тең дәрежелі айқаста Джеха ақыры жеңіске жетті. Одан кейін Юджин Джеханы кінәлаудың орнына керісінше мақтады. Хатшы мұның бәрі Джеханың ойластырған айласы деп сенді. Юджин де соны білді. Бірақ ол өзін сатып кеткен осы адамға ғашық болып қалған еді. Сол күннен бастап Анна мен Джеха бұрынғыдан да жақындай түсті. Тіпті Анна бәрімен бірге дастарханға отыруға да дайын болды. Ал Джеха бас кеңсеге барды. Хатшы оған енді ханымға қарсы шықпауын ескертті. Джеха мән бермей тікелей жиналыс бөлмесіне кірді. Юджин одан Аннаға неге көмектескенін сұрады. Джеха оны қатыгез деп айыптады. Карттар болсын, Анна болсын, Юджин өз пайдасы үшін еш ойланбастан оларды өлтіруге дайын еді. Ол Аннаның Ранияның тағдырын қайталауына жол бермейтінін айтты. Юджин ашуланса да өзін тез қолға алып, Пак Кван Суды қалай құлатуды ойлауға көшті. Қазір ең бастысы, оның заңсыз келісімдерінің дәлелін табу еді. Лифтіден шыға бергенде ол өгей енісінің Аннаны алып кетіп бара жатқанын көрді. Сасқалақтаған Юджин қандай айла жасап жүргенін сұрады. Чхве Сон Вон тек жиеніне дәмді бірдеңе алып бергісі келетінін айтты. Юджин оларды тоқтата алмады да, Джеханы бірге баруға жіберді. Бірақ Чхве Сон Вон алдын ала тұзақ құрған еді. Анна Джеханың көзден таса болды. Бұл хабарды естіген Юджин есінен тана жаздады. Ол жеке әскеріне Аннаны табуды бұйырды. Күтпеген жерден Чхве Сон Вон Джехаға қоңырау шалып, Аннаның қайда екенін айтты. Джеха жетіп барып, оның аман екенін көргенде ғана тынышталды. Бұрын Анна өз шын болмысын білгендердің бәрі түбінде жойылатынын түсінген еді. Сондықтан ол өзінде, айналасындағыларды да қорғау үшін ағасымен бірлесуге бел буды. Чхве Сон Вон да осы мүмкіндікті пайдаланып, Юджиннен бәрін тартып алғысы келді. Келесі күндері Анна мен Джеха бір-біріне ғашық жұпта еркін өмір сүрді. Анна алғаш рет бақытты не екенін сезінді. Ол Джехаға шын мәнінде ғашық болып қалғанын түсінді. Көп ұзамай Анна анасының күмәнді өлімі туралы істің материалдарын алды. Онда Ом Хериннің ұйықтататын дәрден емес, қатты азаппен қаза тапқаны көрсетілген еді. Содан кейін Анна Юджиннің ток-шоуына шығып, камера алдында анасының өліміне қатысты шындықты ашатынын мәлімдеді. Юджин Аннаның кез келген сәтте жарылуға дайын бомба екенін түсінді. Сондықтан ол хатшысына Аннаны өлтіруді, бірақ Джеханы тірі қалдыруды бұйырды. Көп ұзамай жұмысшы кейпіне енген кісі өлтірушілер виллаға жасырын кірді. Джеха ес-түссіз жатқан күзетшіні көріп бір жамандықты сезді. Жұмысшылар газ тұмылдырық киіп жәшіктерден улағыш газ шығара бастады. Джеха Аннаға желдеткіш арқылы еңбектеп шығып кетуін тез айтты. Сосын Юджинге қоңырау шалды. Бірақ тұтқаны хатшы көтерді. Ханымның Джехаға деген сезіміне қызғанған ол Анна мен Джеханы бірге өлтіруге бұйрық берді. Осы уақытқа дейін күзетшілер қатты әлсіреп қалған еді. Ал Джеха қарсыластармен әрең шайқасты. Джеханың қауіпті екенін көрген Анна өрт сөндіргішті алып көмектесуге жүгірді. Ақырында екеуі де есінен танып қалды. Ал сол кезде Чан Се Джунға жала жабылып, оны кеңсесіне қамап қойды. Бұл оның ертеңгі президенттік дауыс беруге қатыса алмайтынын білдірді. Мұның бәрінің артында тұрған, оның қарсыласы Пак Кван Су еді. Юджин дереу шұғыл жиналыс өткізді. Енді жалғыз жол, Пак Кван Суды осы түні өлтіру болатын. Джеха бұл қауіпті тапсырманы қабылдады, бірақ бір шарт қойды. Юджин Аннаны аман қалдырып, хатшының басын тапсыруы керек еді. Адал хатшы келісті, бірақ бөлмеден шыға салысымен топ басшысына Джеханы осы түнде өлтіруді бұйырды. Юджин Джеханың амандығы үшін қатты уайымдады. Тіпті жардай қиындаса кері қайтуын өтінді. Бірақ Джеха мұны жай ғана көрсетілім деп ойлады. Ол Аннаға аман ораламын деп жай ғана уәде берді. Сол уақытта Пак Кван Суға үйіне шабуыл жасалатыны туралы мәлімет жетіп, ол бірден жасырын орынға бет алды.
Бұл да Юджиннің жоспары екенін білмей. Джеха мен топ басшысы полиция кейпіне еніп оның соңынан түсті. Сақ көмекші кенет құпия сөз айтып қойып, олардың кім екенін әшкереледі. Абырой болғанда маңайда мергендер дайын тұрды да, оларды оқпен қорғады. Пак Гвансу күзетшілердің қорғауымен ішке қарай қашты. Бірақ Джеха мен топ басшысы соңынан қалмады. Аласапыранда топ басшысы оққа ұшты. Қауіпті сәтте Джеха оқ атып, оның өмірін сақтап қалды. Сосын оқтың арасын жарып өтіп, есік жабылмай тұрып панажайға кіріп үлгерді. Пак Гвансу тізерлеп отырып кешірім сұрады. Бірақ Джеха атқыза алмады. Өйткені Аннаға аман ораламын деп уәде берген еді. Сол себепті ол Пак Гвансудан жолдастарын босатуды талап етіп, Юджинге қоңырау шалды. Юджин оның қауіпті екенін түсініп, Пак Гвансумен келіссөзге келісті. Көп ұзамай Чан Се Джун барлық айыптан ақталып, билеуші партияға қосылатынын жариялады. Топ басшысы хатшының қоңырауын елемей, өз құтқарушысын сатудан бас тартты. Операция аяқтала салысымен Джеха Аннаның қасына асықты. Сол сәтте Чан Се Джун ашуға булығып виллаға басып кірді. Ол Юджинге егер Аннаға бірдене болса, араларындағы келісімнің бұзылатынын ескертті. Юджиннің жүрегі қан жылады. Ол жас кезінде осы адамға ғашық болып, саяси жолын қолдау үшін барын бергеніне, ақыры осылай шетке қағылғанына қатты өкінді. Бірақ Юджин өзін тез қолға алды. Ол мұқият сәнденіп Джеханы көруге барды. Алайда дәл сол сәтте ол Аннамен және топпен бірге тойлап отырған еді. Юджин оларды алыстан көріп мұңайып кері қайтты. Ол дұрыс адамды бірақ қате уақытта жолықтырған еді. Осы тапсырмадан кейін топ басшысы Джеханы толықтай мойындады. Олардың арақатынасы бұрынғыдан да нығайды. Келесі күні Джеха бас кеңсеге барып, бәрінің оны мақтап жатқанын көрді. Ол жалғыз өзі бүкіл топты құтқарып қалғаны туралы сөз тарап кеткен екен. Тіпті бұрын тәкаппар болған хатшының өзі енді оған құрметпен қарайтын болды. Бірақ басты мақсат өзгермеді. Пак Гвансуды құлату. Юджин сиқырлы айнадан маңызды бір дерек тапты. Заңсыз келісімдерге қатысы бар адамдардың бірі президенттің ұлы Ким Сук Хан екен. Джеха оны бірнеше күн бойы аңдып, оның жоғары лауазымды саясаткерлерді құрта алатын айрақтарды жасырып жүргенін аңғарды. Сондықтан ол командасына Ким Сук Ханды ашық бақылауды бұйырды. Уақыты келгенде күзетшілер Ким Сук Ханның көз алдында бүркеніштерін шешіп кетіп қалды. Іші бір жамандықты сезген ол шіркеуге асықты. Бірақ жад картасының әлі де қауіпсіз жерде жасырылғанын көрді. Сол сәтте өзінің алданғанын түсінді. Джеха оның соңынан қуды. Бірақ қара киімді адамдар жолын бөгеді. Ким Сук Хан көлікке мініп қашып кетпек болды. Дәл сол кезде Пак Гвансудың адамдары пайда болып, жад картасын тартып алуға тырысты. Ким Сук Хан кенет қарсы шығып, бар күшімен қаша жөнелді. Бірақ тығырыққа тіреліп қалды. Дәл уақытында Джеха келіп, оның өмірін сақтап қалды да, жад картасын тартып алды. Алайда сол сәтте оқ оның ішіне тиді. Өмірі қыл үстінде тұрғанын сезген Джеха картаны шөптің арасына жасырып үлгерді. Дәл сол кезде басшы Джу келіп, оны тез арада бас кеңсеге жеткізді. Қанға боялған Джеханы көргенде Юджин сасқалақтап кетті. Ол дәрігерлерге қандай жағдай болса да аман алып қалуды бұйырды. Оқ алынды, бірақ Джеха тым көп қан жоғалтып комаға түсті. Алғаш рет Юджин сүйген адамын аман алып қалу үшін Құдайға жалбарынды. Абырой болғанда дәрігерлердің тынымсыз еңбегінің арқасында Джеха тірі қалды. Осы уақытта президенттің ұлына шабуыл жасалғаны туралы хабар тарады. Джеха басты күдіктіге айналып, бүкіл қала бойынша іздеу жарияланды. Көп ұзамай полиция Юджиннің компаниясына тінту жүргізуге келді. Чхве Сон Вонды қоса алғанда, ықпалды кәсіпкерлер шұғыл жиналыс өткізді. Егер Юджин жад картасын қолға түсірсе, олардың бәрі күйрейді. Сондықтан олар асығыс қадамға бармады. Сол уақытта Ким Сук Хан ауруханада есін жиып, Джеханың өзін құтқарып қалғанын есіне алды. Ол адамдарына Джеханы қудалауды тоқтатуды бұйырды. Полицияның кері шегінгенін көрген Юджин Джеханың айғақтарды алғанын түсінді. Ол дереу басшы Джуға жад картасын тауып келуді тапсырды. Сол уақытта Чан Се Джун да жад картасын қолға түсіргісі келді. Бұл қарсыласын жеңіп Юджиннің бақылауынан құтылудың жалғыз мүмкіндігі еді. Анна Джеханың жараланғанын естіп бірден компанияға асықты. Сүйген адамын көру үшін ол тіпті тізерлеп отырып, жау көрген өгей анасын Ана деп атады. Юджин аң-таң болды. Ол Аннаны бас кеңсеге алып барып, Джеханың жағдайы әлі де ауыр екенін айтты. Юджин оны құтқаруға уәде берді. Бірақ бір ғана шартпен. Анна Кореядан дереу кетуі керек еді. Анна ойланбастан келісті. Джехамен қоштасып, уәде еткендей Испанияға аттанды. Алайда ұшаққа мінген сәтте-ақ Пак Гвансудың адамдары оны алып кетті. Сол уақытта Чхве Сон Вон Пак Гвансумен одақтасты. Олар Юджинге қарсы ауқымды жоспар құрды. Чхве Сон Вон алдын ала Кук Чхе Вонды сатып алған еді. Кейін ол 600 фунт жарылғыш затпен бас кеңсеге басып кірді. Оның адамдары ғимаратты тез басып алып, барлық күзетшіні тұтқындады. Юджин қауіпті сезіп, оқ өтпейтін есікті жапты. Чхве Сон Вон бомбаға таймер қойып, компанияның басқаруын беруді талап етті. Дәл сол сәтте Пак Гвансу қоңырау шалып,
жад картасын тапсыруды бұйырды. Джеханың ишарасын түсінген Юджин, жад картасы өзінде емес екенін айтты. Кук Чхве-вон оның сөзінің рас екенін растады. Джеха картаны қайтарып әкелуге келісті. Бірақ Пак Гвансу өзін қорғайтынына кепілдік беруі керек еді. Оның ауыр жараланғанын көрген Пак Гвансу келісті. Джеха Юджинге бәрін тастап жаңа өмір бастауға кеңес берді. Бірақ ол жауап қатпады. Тек олар жақсы жағдайда, басқа уақытта жолықпағандары өкінішті екенін айтты. Джеха аман шыққан соң, өлім ойыны басталды. Юджин сиқырлы айнаға сатқынның отбасын табуды бұйырып, жергілікті кісі өлтірушілерге оларды жоюға тапсырма берді. Кук Чхве-вон бірден тізерлеп отырып кешірім сұрады. Тіпті істегенін өтеу үшін өз өмірін ұсынды. Сол кезде Юджин Чхве Сон Вонды өлтірген адамға 1 миллиард вон сыйақы берілетінін жариялады. Алайда Чхве Сон Вон өзінде бомбаға жалғанған сенсор барын айтты. Ол өлген сәтте жарылғыштар бірден іске қосылады екен. Юджин мұны алдын ала білгендей сабырлы қалды. Ал бұл уақытта Джеха жад картасын тауып алды. Бірақ оған шабуыл жасалды. Басшы Джу дер кезінде жетіп оны құтқарып қалды. Джеха картаның ішіндегіні дереу жариялауға шешім қабылдады. Әйтпесе компанияда Юджин де қауіпте қалатын еді. Бірақ Чан Се Джун бұған қарсы болды. Ол саяси амбициясын іске асыру үшін Джеханы жад картасын тапсыруға мәжбүрлемек болды. Джеха осы ашкөз адамдардың бәрінен әбден қажыды. Ол Пак Гвансудан өз жолымен кек алуға бел буды. Ол жасырын пананы жарып жіберді, бірақ ішінде ешкім жоқ болып шықты. Бір күзетші Пак Гвансудың Аннаны ұрлап кеткенін айтты. Егер оны құтқарғысы келсе, жад картасын тапсыруы керек екен. Аннаның қайда екенін білген Джеха есінен танғандай газды барынша басты. Көп ұзамай Пак Гвансу картаның Чан Се Джунда екенін білді. Егер Аннаны тайтарғысы келсе, картаны бас кеңсеге әкелуін талап етті. Чан Се Джунның басқа амалы қалмай келісуге мәжбүр болды. Джеха зауытқа жеткенде оны бұзақылар қоршап алды. Соған қарамастан, ол таңғаларлық шеберлікпен табандылықпен жолын жарып өтті. Бірақ бәрібір кешеді. Аннаны тағы да басқа жерге көшіріп үлгерген болатын. Көмекшіден Джеха бомба іске қосылған соң оны тоқтату мүмкін емес екенін білді. Пак Гвансу барлық жауларын бір соққымен жоюды жоспарлаған екен. Сол уақытта күзетшілер Аннаны компанияға алып келе жатқанда, оларға шабуыл жасалды. Бұған дейін хатшы бас кеңседегі тікелей көрсетілімді көріп көмекке асыққан еді. Ол Аннаны бас кеңсеге жеткізді. Бірақ кенет Чхве Сон Хван оны атып тастады. Ол Аннаны кепілге алып жиналыс бөлмесіне кіріп, Чан Се Джуннан жад картасын талап етті. Юджин оған тосқауыл болмақ болды, бірақ өзі де оққа ұшты. Отбасын қорғау үшін Чан Се Джун картаны берді. Ауыр жараланған Джеха компанияға жетіп, Чан Се Джунға бомбаны тоқтату мүмкін емес екенін айтты. Тексерген соң Чхве Сон Хван Пак Гвансудың өзін алдап кеткенін түсінді. Оның үстіне ғимараттағы электр қуаты толық сөндірілген еді. Сиқырлы айна қосалқы қуатқа көшкенімен, лифт жұмыс істемеді. Юджиннің жағдайы өте ауыр болды. Өлер алдында ол Аннаның анасының өліміне қатысты шындықты ашты. 15 жыл бұрын Юджиннің әкесі өз адамдарының бірін жіберіп, оны өлтіруге бұйрық берген екен. Юджин 911-ге қоңырау шалуды ойлаған. Бірақ соған батылы жетпеген. Өйткені махаббат бөлісуге арналмаған еді. Шындықты бергеннен кейін де мейірімді Анна оны құтқаруды таңдады. Ал осы кезде Джеха барлығын қауіпсіздік арқан арқылы құтқаруды жоспарлады. Чхве Сон Хван Аннаны кепілге алып, бірінші болып қашып шықты. Кетер алдында ол Джеханы аяғынан атып, жалғыз қауіпсіздік арқаны лақтырып жіберді. Мұны көрген Джеха батыл шешім қабылдады. Ол Юдринді кетуге үгіттеу үшін қайта оралды. Бірақ ол шаршағанын, енді дем алғысы келетінін айтты. Қалған төртеуі бір-біріне сүйеніп лифтке жетті. Джеха топ басшысына лифт тросын кесуді бұйырды. Лифттің астында жарылыстың күшін азайтатын қауіпсіз кеңістік бар еді. Алайда сол сәтте Чан Се Джун алға шықты. Ол жақсы әке бола алмағанын мойындады. Бірақ енді Анна үшін бір нәрсе жасағысы келетінін айтты. Ол кері бұрылып, бомбаны жиналыс бөлмесіне сүйреп апарды. Бұл жарылыстың салдарын азайтудың жалғыз жол еді. Юджин оған тез кетуін айтты. Бірақ ол соңына дейін онымен бірге қалуды таңдады. Жолдастарының көмегімен лифттің ішінде қалған 3 адам аман қалды. Бір айдан кейін Джеха халықаралық сотта Blackstone Group компаниясын бейбіт тұрғындарға зиян келтірген үшін әшкерелеп куәлік берді. Кейін Кореяға оралып, Пак Гвансуды жазасыз қалдырмады. Хатшы Чхве Сон Хванды өлтіріп Юджин үшін кек алды. Анна Чеболь әулетінің жалғыз мұрагері атанды. Бірақ Юджин бір кездері иеленген билікке оның еш қызығушылығы болмады. Ол жад картасындағы құпияларды жария етіп, Кореяның саяси әрі іскерлік әлемін дүр сілкіндірді. Содан кейін Анна мен Джеха Испанияға көшіп, еркін де бақытты өмір бастады. Шолу ұнаса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпа. Арнадағы басқа да фильмдерге жасалған шоуларды көріп шығуыңа кеңес беремін. Келесі кездескенше.